Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі казан кебаб жасайтын боламын. Бұл тағамның ерекшелігі құрамы өте қарапайым және жасалу жолы өте оңай. Каналыма тіркеліп, рецепті сақтап алуды ұмытпаңыздар. Құрамы өте оңай, орташа мөлшердегі картоптар, сиыр еті және пияз, сонымен қатар түрлі дәмдеуіштер. 1,5 литр алдын ала қыздырылған күнбағыс майына картоптарымызды осылай қуырып аламыз. Жиі араластыра отырып, жан-жағынан қызартып аламыз. Картоптарымыз осылай қызарып қуырылды. Келесіде дәл солай етімізді салып, араластыра отырып қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша картопымызды дәм тұсына қарай тұздап, бұрыштап және паприка қосып араластырып аламыз. Етіміз қызарып, осылай қуырылды. Майдың жартысын жеке ыдысқа құйып аламыз. Осылай қалған майға пиязымыз салып қуырып аламыз да үстінен етімізді салып 1-2 минуттай қуырамыз. Және дәм тұсына қарай тұз, бұрыш және мен зира қосатын боламын. Тағы біршама араластыра отырып қуырып аламыз да үстінен картоптарды салып, 1 стақан қайнаған суды құйып, 1 сағат көлемінде баяу отта пісіретін боламыз. Біздің казан кебаб дайын. Енді осы тағамды арнайы ыдысымызға салып, мерекелік дастарханға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.